Сіздермен торғын бауырдан торт жасаймыз. Ең алдымен бауырымызды ет тартқыштан немесе блендермен де ұсақтауға болады. Мен ет тартқыштан өткіздім. Одан кейін оған 3 жұмыртқа қосамыз. 1 стакандай сүт, тұз, қара бұрыш және ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болу керек. Одан кейін 3 ас қасықтай сұйық май қосып жіберіңіздер. Болды, енді аз ғана май жағып табаға, екі жағынан қуырып аламыз. Болды, енді құймақтарымыз дайын. Енді салмасын жасаймыз. Салмасына пиязды осындай 4 бұрыштап турап, ірілеп етіп, оны жақсылап қуырамыз. Яғни орташадан жоғарылау етіп қойыңыздар оттарыңызды. Жақсылап қуырылу керек. Яғни аздап күйіңкіресе ештеңе етпейді. Жақсылап қуырылу керек ол. Енді теркадан өткізілген сәбізімізді саламыз. Аздап тұздаймыз. Енді оттарыңызды баяу етіп, яғни сәбіздің қатты қуырылғаны керек жоқ. Сәбіз жұмсарса болды. Бетін жауып, кішкене баяу отта ұстаймыз. Болды, дайын. Енді майонез алып, оған 1-2 бас чесногымызды, сарымсағымызды саламыз ұсақтап. Болды, енді бауырымызға майонезді жағамыз. Оның үстіне жаңағы салмамыздан саламыз. Солай бауырымыз біткенше бәрін қайталаймыз. Және де егер майонезді ұнатпасаңыздар, оның орнына сметана алсаңыздар болады. Болды, енді ең соңғысын қойған соң бетіне тағы бір салмасын жағып, бетін әсемдейміз. Аз болсын.